Сәлеметсіңдер ме? Менің есімім Ұлар, ал менің атым Тұмар. Балалар, біз ғажап та қызықты саяхатымызды жалғастырудамыз. Бізбен бірге болыңдар. Командирмін ержүрек, көк жалауым желбіреп, ұшып бара жатырмын, едігеден батырмын. Ай теңізді бодамын, ай теңізін шоламын, кете берсең Марсқа, ол әлі де алыста. Балалар, біз бүгін ғарышқа саяхат жасадық. Себебі неге деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, біз бүгін Ғ әрпімен танысатын боламыз. Бәріміз бірге Ғ әрпін бірге айтып көрейікші? Ғ. Жарайсыңдар балалар. Ғ әрпі бізде қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз дыбыс. Ал біз дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейтін едік? Әрине, көк текшемен белгілейміз. Ғ әрпінен басталатын сөздермен таныс болайық. Видеороликке мұқият қара. Ғ әрпі. Ғ әрпі. Ғалым. Ғалым. Ғарыш. Ғарыш. Ғарыш кеме. Ғарыш кеме. Ғарышкер. Ғарышкер. Ғимарат. Ғимарат. Тоғай. Тоғай. Торғай. Торғай. Балалар, Ғ дыбысы бар суреттерді табайықшы. Сағат, таға, доп, иод, сызғыш. Қайсысында Ғ дыбысы бар? Дұрыс айтасыңдар. Сағат және таға сөздерінде Ғ дыбысы бар. Балалар, енді Ғ әріпін бірге жазып үйренейікші. Алдымен бас әріпін жазамыз. Солға иілген қармақша, сол жағы тұйықталған түзу сызық. Және белдігін саламыз. Енді кіші әріпін жазып көрейік. Оңға және солға иілген қармақша және белдікше. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.